Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы 1 желтоқсан тұңғыш президент күніне арналады. Сіздерді 1 желтоқсан елбасы күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ тарихында Әз Жәнібек пен Керей, Қасым мен Абылай, Хақназар мен Кенесары сынды халқын ақыл мен парасатпен басқарған хандар болған. Солардың сара жолымен, сындарлы саясатымен егеменді елімізді басқарып келе жатқан елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың орны ерекше. Елбасы есімі егемендік, тәуелсіздік, Қазақстан, отан, бірлік сияқты ұғымдарымен қатар айтылады. Елбасы татулығымыздың, береке бірлігіміздің, тұрақтылығымыздың кепілі, тұңғыш президентіміздің еңбек жолы, жас қазақстандар үшін үлгі мен тағылымның мектебі. Ел болашағы үшін жасалып жатқан игі істер табысты болып, елін сүйген, ел қамқоры азаматтарымыз аман болсын. Баршаларыңызға табыс, сәттілік, сәулелі ғұмыр тілеймін. Елбасымыз жолдайды, халық оны қолдайды. Ешқашанда орынсыз шешімдері болмайды. Елбасы елді қорғайды, халық қамын ойлайды. Осындай жақсы адамнан жақсылықтар тарайды. Көктудың желбірегені, қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп, шымырлатқан денені. Көктудың желбірегені, жаныма қуат береді. Танасқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көктудың желбірегені.